Сәлем, менің есімім қымбат, жасым 20-да. Танысқаныма қуаныштымын. Әр атқан таң мен үшін жаңа мүмкіндік, жаңа белес. Сондықтан оның жақсы басталуы өте маңызды. Әр педагог таңы секілді, менің де күнім сабаққа жинақталуымен басталады. Себебі кез келген мұғалім үшін сабақ бірінші орында. Сабақ ол білім мен оның нәтижесі. Мен үшін әрбір оқушы жеке және дарынды тұлға. Сондықтан да әр оқушының сабақ үстінде айтылған сөздері мен пікірлері өте құнды. Себебі педагог үшін оқушының бойындағы потенциалды көрудің де маңызы зор. Ал сабақ ауқымды процесс, тығыз және маңызды жұмыс. Процесс барысында әр оқушыны түсінуге, қабілеттерін ашуға, өз ойын еркін жеткізуге, білімді бойға сіңіруге тәрбиелейді. Өйткені сол ғана менің педагогикалық шеберлігімнің шыңы болмақ. Мұғалім айнасы ол оқушы. Ұстаз болу, жақсы оқытушы болу үшін оқитынын да сүйе білу қажет. Ал оқытушы жан-жақты болуы маңызды. Өйткені өз бос уақытымды тиімді пайдаланғым келеді. Жалпы бос уақытымда мектептегі волейбол үйірмесіне барып, оқушылармен жаттығу жиындарына қатысып, өз уақытымды өткіземін. Бұл менің балалық шақтағы сүйікті спортым, және мен үшін ол әрдайым ерекше болмақ. Мен үшін ерекше тағы бір нәрсе ол құнды пікір. Құнды пікір дегеніміз ол дебат. Мен 16 жасымнан бері дебат ойындарына қатысып, турнирлерде жүлделі орындарға ие болдым. Ал дебат адамды ораторлық қасиетке, сонымен қатар өз ойын еркін жеткізуге тәрбиелейді. Ал оқушы мен мұғалім үшін өз ойын еркін жеткізе білу өте маңызды. Екінші бір хоббиім ол сурет салу. Себебі өмірдің өзі мен үшін сурет. Сондықтан өз қаламдарым мен бояуларымды қолданып, өз өмірімді әсемдеуде менің қолымда. Қазіргі таңда мен жас маманмын. Бізге артылатын жүктің де жөні бөлек болмақ. Қоғамдық шығармашылық жұмыстарда жетерлік. Бірақ мұның барлығы шығармашылық. Ал кез келген шығармашылық және өз әріптестеріммен жасаған жұмыс процесі қызыққа және эмоцияға толы. Мен өзімді осы арқылы мұғалім ретінде емес, жай шығармашыл адам ретінде көре аламын. Шығармашылық бұл еңбек нәтиже мен жетістік деп есептеймін. Бұл менің өз кәсібімдегі алғашқы жолым. Бағындырар белестерім әлі алда деп сенемін. Өмірде әуелі өзімді мұғалім ретінде емес, өз тұлғамды құрғым келеді. Ал дәл қазіргі сәтте менің оқушыға арналған хатыма кезек берелік. Қымбатты оқушы, өмір ғажайыпқа толы. Әрбір күн жаңа мүмкіндік. Сондықтан өз мүмкіндіктеріңді жіберіп алма. Әр сәттен ләззат ал. Болашаққа сеніммен қара. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Берілме, арманда. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Ешқашан берілме және жеңілме. Себебі жеңіліс ол тым жеңіліс.